Рима Юрий кызы. Сәлеметсің бе, Кетрин? Сен мұнда қайдан жүрсің? Сабағың бітті ме? Я бітті, мен біздің мұражайға келіп едім, ғылыми жоба жазуға. Жолымыз бір екен ғой. Мен Мұқағали Мақатаевтың кітабын алуға келдім. Жүр, кірейік. Қайырлы күн, Маргарита. Қайырлы күн. Мен осы кітапханаға бірінші рет келіп тұр едім. Оқырман ретінде жазылсам болады ма? Иә. Атыңыз кім? Аймет Рима Юрий қызы. Туған жылы? 22.01.2003. Ұлты? Орыс. Жұмыс орны, лауазымы қандай? Номер 3 Денисов жалпы білім беретін мектебі, бастауыш сынып мұғалімі. Білімі? Жоғары сырттай. Мен Мұқағали Мақатаевтың кітабын алуға келіп едім. Иә, қазақ тілі әдебиетіне бөлімі өтейік. Осында Мұқағали Мақатаев кітабын орналасқан. Мейлі сені біреу дұшпан санасын, мейлі біреу жаман көзбен қарасын, сен оларға жақсы көзбен қарай сал, сонда олардан жоғарылау боласың. Сәлеметсіз бе? Мен ғылыми жобаға қатысқалы отырмын. Маған Ақсу ауылы жайында ақпарат бере аласыз ба? Әрине бере аламыз. Біздің Денисов тарихи-өлкетану мұражайында қазақ халқының этнография залы бар. Осы біздің залымызда қазақ ауылдарына арналған стенд бар. Мұқағали Мақатаев 3 бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің. Соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің. Таш жүректі тіліммен тілім дедім. Кей-кейде дүниеден түнілсем де, қасиетті тілімнен түнілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген. Құдай деген кім десе отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ келдағы отал менен. 3 бірдей бақытым бар алақанда, мені мұндай бақытты жаратар ма? 3 күн нұрын төгеді аспанымнан, Атырау алқа Алатауға